Сәлем достар, бүгінгі видеода алгоритм тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Алгоритм тақырыбы үшін өте маңызды бір ақпаратпен бүгін сіздермен бөлісемін. Фейсбукте, Инстаграмда да егер өзіңіздің парақшаларыңыз болса, әсіресе Фейсбукте бизнес парақшаңыз болса, Инстаграмда бизнес профильге ауысқан болсаңыз, осы видеоны көргеннен кейін міндетті түрде өзіңіздің статистикалық ақпараттарыңызбен менің айтқанымды тексеріп көріңіз. Фейсбукте, Инстаграмда айталық сіздің 10 мыңға жуық фоллоуеріңіз бар. Сіз белгілі бір контентті бөлістіңіз, мысалға видеоны бөлістіңіз. Сіз бөліскен контентті жазылушыларыңыздың орташа есеппен 15% ғана көреді. Яғни 10 мыңнан 1500-ге жуық адам ғана көреді. Ал қалған адамдар сіз бөліскен контентті көре алмайды. Себебі Фейсбуктың есептеуі бойынша оларға сіздің бөліскен ақпаратыңыз қызық емес, немесе маңызды емес. Келесі видеода тура осы барьерден, осы кедергіден қалай өтуге болады, сол туралы маңызды ақпаратпен бөлісетін боламын.